Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қолдау білдіріп кетсеңіздер. Айнұр Мақсұтқызының «Оралшы махаббат» атты әңгімесін тыңдаңыздар. Бекен мен махаббат бір-бірін шын сүйіп қосылды. Екеуі мектеп табалдырығынан қол ұстасқан жұптар еді. Барлығы дерлік бұл екеуіне қызыға да, қызғана да қараушы еді. 8-ші сыныптан басталған достықтары уақыт өте келе үлкен махаббатқа айналды. 11-ші сынып оқып жүргендерінде екеуі қыз бен жігіт болып, елді өздеріне тәнті етті. Алтын ұя мектептерінен ұшқан соң, Алматыға барып екеуі де Жургенев атындағы өнер академиясына тапсырған болатын. Өкінішке орай, махаббаттың ОБТ-дан жинаған балы сәл ғана жеткіліксіз болып, оқуға қабылданбады. Ал Бекен болса, өзінің бойындағы ерекше актерлік қасиетімен және вокалдық қабілетімен бірден оқуға түсіп кетті. Махаббат ауылға қайтуға бел буды. Бірақ оны Бекен жібергісі жоқ. Алматыда қалып, 1 жыл жұмыс жасауын өтініп, ата-анасынан өзі сұрап алатын ойы бар екенін де жасырмады. Дегеніне жетпей қоймайтын жігіт махаббаттың тікелей әкесіне қоңырау шалды. «Ассалаумағалейкум, көке, мен ғой Бораштың ұлы Бекен, махаббаттың сыныптас досымын» деп, минутына 11 теңге төлеп сөйлесетін Қазақ Телекомның сөйлесу пунктін басына көтерді. «Уағалейкум ассалам, бар бол балам, иә таныдым, не еспен соғып тұрсың қоңырауды?» деп табиғатынан жаны жомарт Жәнібек көке өз баласының даусын естігенде қуанды. «Көке, өздеріңіз де естіп жатқан шығарсыздар. Өкінішке орай, махаббат оқуға түспей қалды. Бірақ келесі жылы тағы тапсырып көрмекші, өз ауылға қайтам дейді». «Иә, қайтсын ауылға, не бар Алматыда?» «Көке, мен осы жөнінде сізге хабарласып тұрмын. Осында театрға костюмшы қыз керек екен. Әзірше махаббат сол жұмысты 1 жылдай лаждай тұрса екен. Қалай қарайсыз? Театр өнердің ортасы ғой. Демек, махаббат та өнердің айналасында жүре тұрады. Батаңызды беріңізші, көке». «Әй, ол үлкен Алматыда қайда тұрады? Туыстары жоқ, жалғыз өзі не істейді ол жақта?» Жоқ, көкешім, біз бір сыныптан 9 қыз жігіт келдік. Біздің қыздар бөлек жатақханаға орналасып жатыр. Махаббаттан бөлек 8-іміз әртүрлі оқуға түстік. Тек махаббаттың сәл жолы болмады. Жалғыз өзі ауылға қалай оралады, көкеу? Онда тұрған не бар екен? Келесі жылы қайтып барады ғой. Көкетай, арамызда жүре берсін өтініш сізге. Қимай тұрмыз, бірге келген соң бәріміз түгел қалсақ деген ниет қой. «Әй, бала, сен менің миымды қатырма, шешесімен сөйлесіп көрейін, кешке хабарласыңдар» деп Жәнібек көке тұтқаны қоя салды. Кешкісін тағы қоңырау соғып, ақыры махаббат жұмысына кіретін болды. Әне-міне дегенше Бекеннің сабағы басталды. Махаббат театрда. Бекеннің және басқа да сыныптастардың алғашқы сессиясы аяқталып, барлығы бірге ауылға қайтпақшы. 1 вагонға билет алған сыныптастар улап-шулап ауылға келді. Оларды ауылда қалған сыныптастары күтіп алып, барлығы мәз-мейрам болып, жаңа жылды тойлауды жоспарлады. Әкесі мен анасын көрген махаббат сағынышы басылмай күн ұзаққа еркелеп жүр. Әлсін-әлсін айналып келіп, әкесінің алдына басын қойып, «Папа-ау» деп қояды. Анасы қызының бұл қылығын тамашалап, «Әй, сары қызым» деп күледі. Папасы болса, сары қыз, папасына дәрі қыз деп одан сайын танауы желбіреп жатқан қызының басын сипалап еркелетуде. Кешкі отырысқа мүлдем барғысы жоқ, бірақ бірінен соң бірі келіп, кешке Ринаттың үйінде болатын отырыстан қалмауын сыныптас достары өтініп жүр. Кешкі сағат 7-лерде Астанаға оқуға түскен сыныптас құрбысы Динара келіп, махаббат екеуі көзайым болысты. Тосынсый жасап келген құрбысын көріп, махаббат қатты қуанды. Екеуі бірге Ринаттың үйінде болатын отырысқа әрленіп, дайындалып жүр. Әкесінің рұқсатын алып, анасының батасын алып, махаббат құрбысы екеуі отырысқа кетіп барады. «Маха, сені көргеніме сондай қуаныштымын» деп Динара құрбысын құшақтап, сағынышы басылар емес. «Мен де жаным, айтпайсың ба келетініңді? Күтіп алатын едім ғой» деп махаббат құрбысының айтпай келгеніне наразылығын білдіріп келеді. «Тосынсый жасағым келді. Айтып қойсам оның несін тосынсый, айтпақшы, Бекен екеуің жүріп жүрсіңдер ме?» «Иә, қайда барсам артымнан қалмайды ғой» деп махаббат күлді. Дәл осы сәтте алдарынан Бекен шығып, 2 қызды қолтықтап отырысқа ертіп кетті. Отырыс басталып кетті. Ақ тілектер айтылып,
Оқудағы қызықтарын айтып алғашында бәрі әдептен озбады. Кейін ұлдардың көбісі ақ арақ ішіп, қыздар қызыл шарап ішіп, артынан жұлқынған биге ұласты. Қыздардың арасында шараптан ауыз тимеген Махаббат еді. Махаббаттың отбасында ағалары түгілі, әкесі де ішімдіктен алшақ жүретін. Қанша қашықтаса да Динара қоярда қоймай, құрбысын қинап ішкізді. Барлығы өтініп тұрған соң, әй дейтін әке көрмеген соң, Махаббат достарының сөзіне ерді. Алдымен бір-екі ұрттап, кейіннен жарты стакан ішті. Ақырында аяғында тіге тұра алмастай мас болып қалды. Үйіне бұл түрімен барса әкесі өлтіретінін біліп, отырыс болып жатқан үйде қонатын болып келісті. Онда да қонамын деп ресми келісім беретін Махаббаттың жағдайы жоқ. Отырған жерінде ұйықтап қалды. Көзін ашса қараңғы бөлме. Тоңып жатыр екен. Үстіне жамылғысы келіп, айналасын сипалай бастағанда біреудің денесіне қолы тиіп, есін жиып алады. Сол кезде ғана өзінің үстінде ешбір киім жоқ екенін байқады. Ұяттан өртене жаздап, қараңғы бөлмеде отырса да, жарық жерде ел алдында тұрғандай сезінді. Миына әлі қонар емес. Бұл не болғанын түсінер емес. Неге ол анадан жаңа туылғандай тыр жалаңаш екенін ұғар емес. Орнынан тұрмақшы болғанда буындары ұстамай қайта құлады. Дегенмен қайтадан қолына ілінген нәрсемен үстін жауып, есіктен саңылау болып түсіп тұрған жарыққа бармақшы болды. Зорға дегенде жетіп, жарықты қосқанда әлгі қасында жігіт жатқан Бекен екенін көрді. Оны оятуға әрекеттенгенмен онысынан дым шықпады. Киімдерін киіп, келесі бөлмеге шықса, кешегі ішкендердің барлығы да қалың ұйқыда. Сағат болса 9 болып қалған. Динараны оятса, ол да тұрмады. Үсті басын жуып, бар күшін бойына жинап, үйге қайтуға бел буды. Ата-анасына не деп айтарын да білмеді. Үйіне келген соң, оларға Динараның үйінде қонғанын шалапұлы айта өтті де, бөлмесіне кіріп дереу жата қалды. Жылайын десе, көзінен жас шығар емес. Бірақ өзінің іші бос, даңғыраған шелектей сезінді. Пәктігінен айырылып қалғанын түсініп, әрі қарай қалайша өмір сүретінін білмей дал болды. Неге бұлай ақмақтыққа жол бергенін түсінер емес. Жаны қиналып, мұң сұраққа өзін жегідей жеп қойды. Бекен деген сезімі бір мезетте өшіп қалғандай еді. Қалай ғана ол бұл тірлікке барды? Неге мен іштім? Неге мен есімді білмеймін? Көзі ілініп кетті. Түскі асқа анасы оятқанда зорға тұрды. Еш нәрсені білдірмеуге тырысып бақты. Күн ертесіне жұмыстан хабарласты да Алматыға кетуді жөн көрді. Ата-анасының бетіне қарай алмай зорға жүр. Құдды бір ұрлық жасаған адамдай. Осы ойын ата-анасына айтып еді, олар батасын берді. Жұмыстың аты жұмыс деп түсіністікпен қарады. Махаббаттың жүрегі қарсы айырылды. Өзіне риясыз сеніп тұрған ата-анасын алдауға тура келіп тұр. Алдап та тұр. Өзін шіріген жұмыртқа сезінді. Күн ұзаққа әртүрлі сезімдердің жетегінде жүрді. Кешкісін Динара келді. Құрбысын кешегідей жаршық жарқын жүзбен қарсы алмады. Ол да ұрлығы бар кісідей ақырын келіп, аңдап сөйлеуге тырысып тұр. Маха сәлем деп бөлмесіне ізінен еріп келді. Махаббат төсегіне жантая, қабырғаға бетін қаратып жатып алды. Махонти, маған еш нәрсе айтқан келмейді ма? Деп сыбырлап сұраған Динара, құрбысы еш жауап қатпады. Махаббат, бір нәрсе деші, Бекен келіп маған бәрін айтты. Ол өткен іске өкініп тұр. Сағат 9-да ескі футбол алаңына ертіп келші деп мені жіберді. Барасың ба деп үміттене құрбысына қарады. Жоқ, деп жұлып алғандай Махаббат жалт қарады. Мазамды алмаңдар, мені соңғы рет көріп тұрсыңдар. Ал енді арам пиғыл досыңа сәлем айт. Егер үйге келетін болса, ағама бәрін айтамын. Мойнын үзеді. Мен ертең Алматыға кетемін. Сен де қайтшы, Динара. Махаббат, ты чего деп Динара таңырқап қалды. Бұл хабарды дереу Бекенге жеткізуге асықты. Кеш қалмай бір шешім қабылдау керек екенін іші сезіп тұр. Өйткені Махаббаттың мінезін біледі. Динараның бұл хабарын естіген Бекен үйіне барып ертең келіншек әкелетінін айтты. Ертесіне жұмысқа қосылуым керек деген сылтаумен Махаббат Алматыға жиналды. Үлкен ағасы Мақсат өзінің көлігімен қарындасын аудан орталығына дейін жеткізіп салатын болып келісті. Шағын ғана ауыл болса да, пойыз жол тартылған елді мекеннен тікелей Алматыға қайта алмады. Өйткені табан асты билет тапшы. Сондықтан аудан орталығынан қала аралық автобусқа отыруға мәжбүр.
Осыны ұзын құлақтан естіген Бекен досының көлігімен аудан орталығына мақсаттан бұрын жетті. Автостанцияның маңын торуылдап, Алматыға баратын автобустарды аңдып жүрді. Көп ұзамай Махаббат та сөмкелерін автобустың жүк бөліміне орналастырып жатқанын байқады. Ағасы Мақсат қарындасын автобусқа отырғызып, өз ауылға қайтты. Аңдып тұрған Бекен бар күшін бойына жинап, автобусқа кірді. Сәлем Ахонти деп дірілдей, даусынан қорқыныш сезіліп тұр. Кет деп Махаббат ботадай бадырайған көзін алартып, бозаудың кірпігіндей қақиған кірпіктерін қағып-қағып жіберді. Махаббат, сөйлесейікші деп сүйіктісінің қолын ұстады. Бекен, қазір мен милиция шақырамын, жібер қолымды деп даусы күшейіп, қолын тартқылай бергенде, автобус жүргізушісі бұлардың қасына келіп, не болып жатқанын сұрады. Махаббаттың өтініші бойынша Бекенді автобустан түсіріп қуып жіберді. 15 минуттан соң автобус жүріп кетті. Тарихи шаһар Тараздың автостанциясында Махаббаттың қолынан қол бұлғап киген жігіт қала берді деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Ол досынан қарызға ақша алып, келесі автобуспен Алматыға жол тартты. Екі автобустың арасы 3 сағат, Махаббаттан кейін 3 сағаттан соң Бекен де Алматыға жетті. Жол бойы Бекен курстас, группалас достарымен телефон сөйлесіп, жоспар құрды. Қайтсе де Махаббатты кері алып қашу. Бекенді достары сайраннан күтіп алды. Көшенің келесі бетіндегі асханалардың бірінде отырып, кешкі алып қашу операциясының ресми жоспары сызылды. Бекен ауылға қоңырау соғып, уайымдап отырған ата-анасына ертең кешкілік туыста шақырылсын деген бұйрық берді. Өзінің жүрегі дүрсілдеп, аузынан шығып кетердей болып жүр. Уақыт болса өтер емес. Достарының бірі Бекенді үйіне шақырып, кешке дейін демалдырып, жуынып, шайынып, реңі дұрыс киімдерін беріп, дайындық басталды. Ұзақ жолдан келген Махаббат жатақханаға жеткен соң тамақтанып алды да қара кешке дейін тынықты. Бойы әлі де ыза кекке, өкпе ренішке толы. Әрдайым еркелеп күліп жүретін ақжарқын, көңілді қыз кешелі бері сөзге шорқақ, өзі қорқақ болып қалғандай. Осы жерде жүрсе де санасы бөлек әлемде шарықтап жүр. Сан тарапқа шашылған ойларын жинай алмай әлек. Шынымен-ақ әрбір қыз баласына пәктігі мен абыройы жанынан артық қой. Ауылдың қара түтінін иіскеп, топырағында аунап өскен, қаймағы бұзылмаған қазақ май тәрбие көріп өскен қыз үшін абыройынан айырылу ату жазасымен тең болып тұр. Өзін тірі өлік сезінуде. Діңкесі құрып, ешнәрсеге зауқы соқпастан кешке дейін ұйықтады. Бұрышта тұрған көк үстелдің үстіндегі телефон безілдеп қояр емес, әрі-беріден көтерме жата берсе де қоймаған соң, денесін сүйрей түре келіп, амалсыз телефонды құлағына тосты. Алло, Махаббат, деп тұтқаның арғы жағынан аптыққан жігіттің даусы естілді. Иә деп, Махаббат еш эмоциясы жауап қатты. Махаббат, сәлем, мен ғой Алмат, Бекеннің группаласы. Бекеннің жол апатына ұшырады. Ол осында, Алматыда, сенің артыңнан көлікпен қуып келе жатқанда, Қаскелеңге жеткенде аударылды. Бір жаңа ғана хабар алдық. Қазір саған барамыз. Дайын бол. Бірге ауруханаға барайық деп, зуылдап судыратып, айтты да телефонды қояр емес. Махаббатта үн жоқ. Не болып кеткенін түсінер емес. Өзі ұйқылы-ояу. Дайын бол дегенге үстіндегі көйлегін ауыстырып күтіп отыр. Кімді күтіп отырмын? Не үшін күтіп отырмын? Өмірімде бір түнде 360 градусқа бұрып жіберген адамға не үшін асығып отырмын? Бойымды кернеген ренішім қайда? Тоқта, мені ізімнен Алматыға қуып келді деді ме? Сонда Бекен Таразда қалмай, Алматыға мен үшін көлікпен келді ме? Не үшін? Кешірім сұрауға шығар. Жоқ, мен оны кешірмеймін. Ол мені алдады. Бірақ мен оны сүйемін бе? Білмеймін. Айта алмаймын. Өз-өзіне сұрақ қойып, біресе жауап беріп, біресе жауап таппай әбден сан саранға түсті. Қыз көңілі Алматының ауа райынан бұлттанды. Артынан күн шығып нұрын төксе, 5 минуттан соң көз жасы көл болып жаңбырдай жауды. Есік тықылдады. Бергі жағында бөлменің қақ ортасында қақшиып отырған қыз үшін 2 аттаса жетіп баратын есікке дейін ара қашықтықты 2 километрдей көрінді. Жүріп келеді, жетер емес, жеткізер емес. Бекеннің достары қандай хабармен келді екен деп уайымдайды. Бәлкім ол, жоқ, мүмкін емес, Алла сақтасын. Ата-анасының жалғыз ұлы ғой, жалғыз ұрпақтары, бертін келе сүйіктісі ғой. Сүйіктісі? О, Тәңірім, мен оны әлі де сүйемін бе? Жоқ, әрине,
Ендеше неге қолымды созсам, тұтқасын ұстар есік алыстап кетті. Неге мен меңіреу адамдай есікке қарап тұрмын? Неге мен қорқып тұрмын? Тағыдай ойға шомылып, есікті ашсам деген миллион ойлармен арпалысты. Әйтеуір есін жинап есікті ашты. Ұзын бойлы, қара, бұйра шашты Асқар есімді Бекеннің досы екен. Махаббат есікті ашып беймарал түр көрсеткісі келді. Бейқамынмен сәлем деп ары қарай сөйлеуге шамасы жоқ. Бір ауыз сөз айтса, білдіріп қояйын деп тұр. Сәлем Махон, жүр, Қаскеленнің ауруханасына барамыз. Не үшін? Не үшін үнесі мына қыздың? Сені қыз ауылына барып келем деп есіңнен алжасқансың ба? Оттапсың. Бекен ауруханада деймін саған, Махон, деп Асқар орманда адасып қалған адамдай қалың жаңғырық шығу үшін аузын көмкере буындап айтты. Бармаймын деп Махаббат та түр берер емес. Осы айтыс шамамен 10 минутқа созылды. Ақырында Асқар қырсы қызды қолынан сүйреп, сырт киімін киер киместен алып шықты. Жатақханадан шығарып алып, Қаскелең жаққа қарай жол тартты. Бұлар жатақханадан шыққанда жоспар бойынша Махаббатпен бір бөлмеде тұратын әріптес құрбысы әрі Бекеннің группаласы Сәуле бөлмеге кіріп, оның ауылдан келгелі ашылмаған сөмкесін сол күйі қайтадан төменге түсірді. Әлгі көліктің артынан бұл да Қаскелеңге қарай бет алды. Асқар мен Махаббат Қаскеленге жете бергенде кіре берісінде 3-4 көлік бұларды күтіп алды. Махаббат тымды да түсінер емес, оның бар ойы Бекеннің аман сау екенін көру. Асқар да жаңағы көліктердің қатарына тоқтап, тысқа шығып кетті. Кенет есік ашылып ішке Бекен кіріп келді. Қайдан келгені белгісіз, қыз түсінер емес, бетіне бажырайып қарап сасқалақтап қалғанын. Неғып жүрсің демесі бар ма? Сені алып бара жатырмын деп Бекен дұрыс етіп күлді. Қайда деп беті жыбырламастан ешбір реакция сіз болмашы сұрақ қойды. Ал шынтуайтында ішінде әлдегіндегідей сұрақтардың бірнеше легі кетіп келіп жатыр. Көресің ғой қазір, қолыммен істегенді мойнымен көтеремін. Үйленеміз, қарсылық қабылданбайды. Сені таразға апара жатырмын деп кесіп айтты. Махаббатта үн жоқ. Қасына Сәуле келіп отырғанда осының бәрі алдын ала дайындалғанын түсінді. Сәуле құрбысын құшақтап, бәрі жақсы деп басу айтты. Осы бір сөз жетпей тұрғандай, ботадай көздері жасқа толып, сүйріктей саусақтарымен моншақтай аққан жастарын сүртіп қояды. Осы көз жасымен оның жігітіне деген барлық наласы ағып жатқандай. Ата-анасын ойлап, жұмысын ойлап отырып, Сәуленің иығына басын қойып ұйқыға кетті. Екі көлікке мінгескен жастар таразға қарай жүйткіліп келеді. Алла қара шаңырақта той, келін түсті, салты ғой бұрынғының. Біздің үйге бірі ендай бұрымдының, ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы деген сыңды басқа тойлар бастауы, үйлену той жайлы әндер бүкіл ауылға дүркіреп естіліп тұр. Қаңтардың қытымыр аязы болса да, Бекеннің атансы Қалиманың көңіл күйі жадыраған жаздай, жалғыз ұлы, үкілеген үміті Мекені келін алып келе жатыр. Мектеп бітіргеніне жарты жыл уақыт өтпесе де, ата-анасы оның үйленем дегеніне қуанбаса ренжіген жоқ. Алты құрсақ көтеріп, іште шетінеп кеткен бесеуінен кейін Сәкен мен Қалима үміттері өшіп, тағдырларына көнген кезде ойламаған жерден Алла оларға Бекенді берді. 42 жастарында алғаш рет ата-ана атанып, тұңғыш ұлдарының есімін Бектұр деп атады. Бұл есім бала өмірлі, тұрақты болсын деген тілекпен қойылған, еркелетіп Бекен деп атап кеткен екен. Алматыдан бері тоқтамай келген көлік тіке ауылға келді. Махаббат ата-анасы естісе не боларын екен деп жүрегі дауаламай отыр. Ол уақытта Махаббаттың ата-анасы ұзын құлақтан естікте отырған еді. Не де болса Әліптің артын бағып, қыздарының өзінің еркімен немесе еріксіз келгенін сұрармыз деп тырп етпестен отыр. Жүйткіген жастар ауылға кіргеннен сигналдарын аямай басып, келін келе жатыр деген хабар берді. Ауылдағы кластастары да әке көкелерінің көліктерін сұрап, мініп керуендетіп серуенге шықты. Алақандай ауылда 6 рет айналып айқара ашып, қойған дарбаза кірген көлікке аулада Ямаха демен қызу биді жандырып жатқан әпке жеңгелер асығады, жарыса жүгірді. Біреу отқа май құйып әлек, енді бірі ақ орамалды келіннің басына тағуға асықса, тағы екі жеңгесі шымылдықталып шығып, барлығы мәре-сәре болып жатыр. Келін түсті, басын ақ жаулығы жабылып, отқа май құйылып, ішке оң аяғымен кірді. Алдынан ақ шымылдығы ашылып, төрге қыз жолдас екеуін отырғызды.
Ендігі кезек ең бір шешуші сәт. Қыздың үйіне кешірімшілерді жіберіп, қуғыншыларды күтіп алу. Махаббаттың үйіне 3 кісі чемодан көтеріп кіріп келді. Төрде отырған әкесі орнынан тұрмастан теріс қарап отыра берді. Әке жүрек бұл кісілердің кімдер екенін және не үшін келіп тұрғанын айтпаса да сезіп тұр. Анасы үйге кірген кісілерді табалдырықта тұрғызып қойды. Отағасының рұқсатынсыз кіргізе алмайтынын дөп басып айтты. Өзі күйеуінің қасына жолай алмай, оттан қорыққан көбелектей шыр айналып, арғы жағынан бір, бергі жағынан бір көрініп, айналшықтап жүрген жайы бар. Келген кісілерге төрін ұсынайын десе, әшейінде қыналы қар көрмейтін отағасы теледидардан көзін алар емес. Экранға тесіліп қарап отырса да басқа жақта. Басындағы гүлді сары жаулығы бір, жағына қисая, үстіндегі пәпәйкісін шешпестен ауызғы бөлме, верандада кешімшілерді күттіріп қойғанына ыңғайсызданған махаббаттың анасы бар күшін бойына жинап, жолдасының қасына келді. Әкесі-ау, жасың болса 60-ты алқымдады. Бұл түрлігін жараспас. Келген қонақты мына аязда есіктің алдына тұрғызып қойдың. Ұят емес пе? Ең болмаса кіргізейін. Қызыңа қуғыншы жібереміз ғой. Өз еркіңмен келгенін немесе еріксіз әкелгенін білелік. Егер өз еркіңмен келген болса, онда сол үйде қалады ғой ол. Құдандалы болсақ, мына қылығың қызыңның бетіне салық болар деп барынша бетінен бер қарауға тырысып отыр. Ал әкесінде үн жоқ. Шешесі екі ортада шыбын өледінің күйін кешіп, тағы бір мәрте бағын сынап жатыр. Қой енді отағасы, әшейінде осы жаппар төрені көрсең қаның басына шабатын енді ғой. Не болып қалды енді соншама қадалып? Өз шешпім, мен кіргіземін деп күйеуінің жүзіне балаша жәутеңдеп. Жәнібек, егер үн қатпасаң кіргізе беремін, жарайды ма? Әкесі кіргіз дейін десе, қызының тұрмысқа шығуына рұқсатын бергенмен тең санады. Кіргізбе дейін десе, жұбайының сөзінің жаны бар. Ақырында үндемей отыра берді. Үндемегеннің келіскенің белгісі деп санаса керекті. Әйелі өзі сұрақ қойып, өзі жауап алды. Үйге кешірімшілерді кіргізді. Оларды алдымен теріс қарап отырған ақсақалға ақырын келіп амандасты. Орнынан тұрмастан, үшеуімен де беттеріне бажырая қарап, жақтырмай қолын берді. Шаңырақ басшысының қасына аяқтай қастыра, молдасын құрып үшеуі отырып, әңгімелерін бастады. Ал құрметті жәке, үйіңізге кешірім сұрап келіп қалдық. Ұрлықшыларымыз, біздің баламыз Бекентай, сіздердің жалғыз қыздарыңызды Алматыдан алып қашып келіпті. Бір ауылдың іші ғой, естіп те отырған боларсыздар. Алам десеңіз міне басымыз, өзем десеңіз міне мойнымыз. Қыз бергеннің назы бар деген бар ғой, Құдеке деп арасындағы үлкені сөз бастады. Ей, біріншіден, мен қызымды бергенім жоқ. Екіншіден, назданатын қатын көріп тұрсың ба мені деп Жәнібек дауысын көтеріп, ашуға бой берді. Табиғатынан сабырлы кісінің бұлай ашуланғанын ауылдастары түгілі жары да көрмеген. Бұрышта жанын шүберекке түйіп, не айтады екен деп қорқып тұрған анасы күйеуінің айқайына таңырқап қалды. Бұл үйде жалпы ешқашан айқай-шу деген болмаған. Ұлдарының өзі әкелерінің көзінше ыммен сөйлесіп ұғынатын. Әкесінің темірдей тәртібі оларды осындайға баулыған. Балаларын сабырлы болуға шақырудан еш талмайтын әке неге бұлай дау шығарғанын Сәуле ана түсініп тұр. Қайтсын енді, жалғыз қызы ғой, сүт кенжесі. Оның үстіне қызы Алматыға кеткелі сағынып жүреді. Келе сала 2 күннен соң тағы кетті. Жұмыстың аты жұмыс болған соң жолын бөгемей, әкесі сағынышы басылмаса да қызына батасын беріп жіберген еді. Жазда келсе, әбден мауқымды басып, сары қызымды еркелетермін деп отырғанда, ол да өз ұясынан ұшып, қиясына қонып жатыр. Әкелі қызғаныш пен махаббат, ашу ыза тудыртып отырғаны ғой, әйтпесе жәкесі, қой аузынан шөп алмас момын. Тіпті жаздыгүні шыбынды, обалсыны бөлтірмей, орамалмен қуып жүріп, үйден шығаратын абзал азамат. Жәкесі, сізден ағаттық кетті. Кешір тағы, сасқалақтап не айтарымды білмей отырмын деп, әлгі кешірімші қайта сөз бастады. Сөйле сөзін білетін адамды жібермейді екен онда деп, Жәнібек теріс қарап, наразылығын жалғастырды. Жәке, өзіңіздің қандай кісі екеніңізді ел іші анық біледі. Сізбен құда болу бір бақыт. Сізден қыз алу ол бақыттың бақыты. Сәкен тымағын көкке лақтырып қуанып жүр. Алдыңызға өзі келгісі келді. Бірақ асыл дәстүріміз бойынша балуыз құда келмейді ғой. Ал жәке, не дейсіз? Мен не деймін?
Қуанып Сәкеннің қасына барып, мәләдес Сәкен, ұлыңа жақсы тәрбие беріпсің деп, немесе қызымды алып қашыпсың деп мен де тамағымды көкке лақтырайын ба? Жоға жәке, біз тек менімен құда болғысы келсе, алдыма келіп қызымды сұрауға болмады ма? Немеде мен қызымды ұзатуға жағдайым жетпейді ме? Қызыңыз көнбеген екен жәке. Кеше демалысқа келгенде Сәкендер құда түскелі жүргенін естіген соң, Махаббат Алматыға қашып кетті. Қашатын жерге қашқан екен онда деп, қызына да ашулы екенін білдірді. Шын қашқысы келсе, Астанаға нағашыларына қашпайды ма? Әй шешесі, бар білерің бар ма? Еді. Ойбай жоқ әкесі-ау, жұмысқа кетуім керек деген соң, бірақ анау Динара келгіш дегеннен ішім сезген еді бір нәрсені. Ой ішіңді сенің. Шақыр анау келіндерді, жібер артынан қыздың. Қуып барсын, немене қыз қуып ойнап. Үйден адам сияқты мен де қыз ұзатқым келді емес пе деп, Жәнібек арақсын әйелінен алып, сөзбен сабап алды. Жәке, Сәуле апайдың жазығы жоқ, Бекеннің не ойластырғанын ешкім білмеді. Міне қызыңыздың қолхаты деп, кешірімді бір тілек хатты Жәнібекке ұсынды. Әке, апа, мен бұл үйге өз еркіммен келдім. Бекенмен мектеп қабырғасынан сөз байласқан едім. Айып етпеңіздерші, қыз мұраты кету деген бар, мен мұратыма жеттім. Сізден кешірім сұраймын. Барған кісілерді жақсылап күтіп алыңыздаршы. Хатты оқыған соң Жәнібектің көзіне де жас үйірілді. Қанша жасырғысы келсе де, онысы білініп қалды. Көз жасымен ашуы да көңілінен ағып түскендей, жүрегі жібіп, әлгіндегі әңкілдегені басылып, қабағындағы қатулық жаймен деп тарқай бастады. Сәуле, самаурынның қайнап тұрса, кісілерге шай бер, келіндерің қуғыншылықтан келмейінше, мына кісілерде осында болады. Әгер әке қызым еріксіз келген болып, Сәкеннің туыстары жібермесе, қызымды мына кісілерді де байлап ұстармын деп әзіл шыңын араластырып, жұбайына бұйрық берді. Манадан бері осы сөзді күтіп тұрған бәйбіше аяғы жерге тимей ас бөлмеге кіріп кетті. Есік сыртында күтіп тұрғандай келіндері де 5 минутқа жетпей жетіп келді. Екеуі қыз қуып кетсе, қалғаны қалып кісілерді қонақ етіп жайғады. Қуғыншылар қайта келіп, Махаббаттың көңілінде еш күмән жоқ екенін және өз еркімен барғанын айтты. Әкесі сырттай бата беріп, сәл жалғыз қалса екі иығы кемсеңдеп, жыламсырап қала береді. Сәкен ұлының тойын 4 күн тойлады. Әкелген күні бірыңғай ағайын туыстармен тойласа, екінші күні ауылды жинап, беташар жасады. Үшінші күні құдаларын шақырып, құдалық етсе, 4-ші күні қаланың қақ ортасындағы абыройлы мейрамханалардың бірінде үйлену тойын жасады. 5-ші күн дегенде ғана Махаббат таңертең ерте тұрып, иеліп сәлем салудан басталған келіндік қызметіне кірісті. 2 апталық каникул аяқталған соң Бекен Алматыға кетті. Махаббат ауылда ата-енесінің үйінде уақытша қалды. Бекен барған соң пәтер жалдап, келіншегін қасына алды. Екеуі ертегідей күн кешіп, сезімдерінің жетегіне еріп, ерекше қиял әлемде жүрді. Бекен сабақтан соң қосымша тойханаларда ән салып жүрді. Махаббат өз жұмысын жалғастыра берді. Ауылдағы ата-аналарда ай сайын жілік-жілік ет, қазы-қарталарын, қап-қап азық-түліктерін салып тұрды. Еш нәрседен мұқтаждық көрмеген жастар өз табыстарына киініп, қыдырумен таңдары атып, күндері батты. Араға 2 ай салып, Махаббаттың аяғы ауырлады. Сәкен мен Калима ешкімге тіс жармай, келіндері босанам дегенше адам баласын айтпауға бел буды. Келіні өзінің тағдырын қайталамасын деп, қызыл көзбен ащы тілден қорғады. Махаббат жаз бойы ауылға оралмады. Бекен де келіншегінің қасында болып, ән салып ақша тауып жүрді. Тамызда Махаббат оқуға түскісі келетінін айтқан болатын. Ішіндегі құрсағы 5 айлық болған кезі. Бекен үзілді келселді қарсы болып, келіншегін оқуға түспеуін өтінді. Жаным, бөпеміз 5 айлық, енді 4 айдан соң ол дүниеге келеді. Сен ол кезде 1-ші семестрді аяқтап жатасың, сосын академия алу керек. Не істейсің жарты жылға ғана оқуға түсіп? Бір жола келесі жылы тапсырсайшы, ауылдан мамаларымыз келіп, балаға қарайласып тұрар кезекпен кезек. Әзірге саған уайымдауға болмайды. Ішіңдегі баламен секіріп, бейбелеп, сахнада жүгіріп жүрмекшісің бе? Актерлік шеберлік, оқу оңай емес. Төф, тағы бір жыл күтемін бе? Өзіңді ойламасаң да, баланы ойласаңшы. Жарайды, дегенің болсын. Бірақ маған келесі жылы қарсы болсаң, онда ренжеймін саған. Қарсы болмаймын, сөзім сөз деп жас жұбайлар уағдаласты. Желтоқсанның алғашқы онкүндігі ауа райы жып-жылы болып, жапалақтап жауған қар айналаны ақ көрпеге орап қойғандай көздің жауын алып тұр. Махаббат Бекен
осы жаңа жылда ауылда қарсы алуға асығып жүр. Келінінің іші шыққан сайын Калима ана қосыла толғатып жүр. Жанын шүбірекке түйіп, уайымдаумен әлек. 2 жас жоспарлағандай 30 желтоқсан күні Таразға жол тартты. Ауылға жетіп, жаңа жылды отбасымен қарсы алып, түнгі 12-ден соң махаббаттың төркініне барып тойлады. Ертесіне әдеттегідей сыныптастар жиналып, отырыс жасады. Әбден билеген махаббат сол күні толғатып, қалаға жедел жәрдемімен перзентханаға кетті. Сәкен мен Калима да Бекеннен қалмай қалаға еріп барды. 10 сағаттай толғатқан махаббат екінші қақтары күні шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге әкелді. Бәрі қуанышты. Сәкен мен Калиманы туған туыстардың бәрі құттықтап жатыр. Бірақ екеуінің көңілдерінде бір қорқыныш бар. Көздеріндегі мұң мен уайым тайға таңба басқандай көрініп ақ тұр. Бергі бетімен күлгенмен ішкі жан дүниелері құлазулы. Сыры неде екенін ешкім түсінер емес. Ағайын туыс, алыс жақын таныстардың бәрі Сәкен мен Калиманың үйіне шілдеханаға баруға асықты. Бекен мен махаббаттың достары да лимузин жалдаймыз, ауылға қымбат көлікпен әкелеміз деп жоспарлап жүр. Жастардың бүкіл ойластырғанын Сәкен мен Калима күл талқанын шығарды. Шілдехана келгісі келгендерге де өзіміз айтармыз, бала қатайсың деп жылы жауып қоя салды. Екеуі әбіржөлі, тұңғыш немерелеріне той жасамады деп елдің бәрі шулап жүр. Ал олар болса құлаққа асар емес. Келіндерін у-шусыз перзентханадан шығарып алып, үйлеріне әкеліп ешкімге көрсетпей тығып қойды. Тек махаббаттың әке-шешесі ғана келіп құттықтап, біраз мечет тарқасты. Жаңа туылған сәбиге ғасыр деп есімін берді. Оны да ешкімге айтпады. Атасы мен енесі неге елден қашқақтайтынын және немерелерін өзге көзден жасыратынын келіннің көңіліне тиіп қалар деп айта алмай, іштей жасырып жүрді. Себебі Сәкен мен Калиманың тұңғыш жылдары дәл 2 қаңтар күні дүниеге келген болатын. Сәкеннің ата-анасы ат шаптырып, той беріп, келінге қалжа жегізіп бар жоралғыны жасаған болатын. Шілдеханадан кейін жас сәби ыстығы көтеріліп, ауырып, қырқынан шықпастан шетінеп кеткен болатын. Сол жағдайдан соң қорқып қалған ата-ана немерелерінің өздері де көп қарамауға, назарланбауға, сұқтанбауға тырысты. Бекеннің каникулы аяқталып, Алматыға оқуына кетті. Сәкен мен Калима махаббатты жібермеді. Таулы қаланың ауасы салқын, баланы ауыртасыңдар деген себеппен еш көнбей қойды. Калима келініне үйдің ешбір тірлігін жасатпай, барлық жағдайын жасады. Сөк қайнатып, май былғап жегізді. Үздік сүт пен қою қаттығын уақытымен ішкізді. Қолды міріншігінен асатып тікті, батыстан бал қаймақ алдырып паптап отырды. Немерелерін қырқынан шығару рәсіміне де қонақ шақырмады. Құда-құдағиымен бірге өздері ғана 40 қасық суға түсіріп, шаш тырнағын алды. Қылышын сүйреген қыс қайтып, көкжиектен күннің шуағы түсіп, жер бетіне көктемде келіп жетті. Ғасыр 3 айдан асқан шағы. Сәкен мен Калима Наурыз мейрамының қарсаңында ғана бүкіл ағайын мен ауылдастарды жинап, немерелерінің құрметіне бәйге ойнатып, көкпар тартып той берді. Той үстінде неліктен осыншама уақытқа дейін қуаныштарын елмен бөліспегендерінің себебін айтты. Бекен де Наурыздың демалыс күндерін пайдаланып ауылға келгенді. Ұлын иіскеп, келіншегін құшағына алып сағынышын білдіріп жүр. Күйеуін сағынған махаббат онымен бірге Алматыға кеткісі келетінін айтып назданды. Бекен ата-анасымен сөйлесіп көретінін айтып, қысқа ғана қайырды. Бұл қылығы махаббатқа онша ұнай қоймады. Неге екені белгісіз, іштей біртүрлі күмәнданып қалды. Той ойдағыдай аяқталды. Тағы бірнеше күн оқудан сұранған Бекеннің қайтатын уақыты жақындап қалды. Ата-анасынан рұқсат сұрап, келіншегі мен баласын әкетуді сұранған болатын. Бірақ олар жібере қоймады. Тағы 1 ай өтсін, әбден күн жылыған соң өздері қыдырып барып, сылтаумен апарып салатынын айтты. Бекенге дәл осы жауап керек болғандай, келіншегіне көрдің ғой, жібермеді деген ишарат білдірді. Өзі болса 2 күннен соң Алматыға жол тартты. Арада 1 апта уақыт өтті. Күн санап мамыр айын күтіп жүрген махаббат күннен күнге бір нәрсеге алаңдаулы. Неге тым уайымшыл болып кеткенін өзі түсінер емес. Күйеуін сағынып жабырқап жүргендіктен болар деп ойлады. Сол түн әдеттегіше сағынышқа толы түндердің бірі болатын. Ұйқы патшалығы бұл ханшайымға қақпасын ашып қоймағасын, 2 көзі бадырайып телефон қарап, дөңбекшімен болды. Әлеуметтік желілерде алматылық достарының фотоларын кезек-кезек ақтарып жатқанда бір суретке көзі түсті. Жүрегі аузына тығылып, жаны кеудесіне симай кетті.
Достарының фотоларының арасында Бекеннің әртүрлі қыздармен құшақтасып түскен фотоларын көзі шалды. Іші бір бәлені сезіп, не болса да таң атса ата-енесімен сөйлеспекші болды. Бір емес, бірнеше фотода сықиып киініп қыздармен олай да бұлай да қол ұстасқан күйеуінің бейнесі көз алдынан кетер емес. Жаны кеудесіне симай таңды кірпік қақпастан қарсы алды. Сол бір түн мың түндердің ішіндегі ең ұзағы болды. Әшейін де ұйықтап үлгерместен рәттештер бақырып шақырушы еді. Бұл жолы ол да тілін жұтып қойғандай, орнынан жүз тұрып, терезеге телмірумен болды. Әйтеуір шығыстан арай көрінді-ау, таң намазына тұратын ата-енесінің бөлмесінен тың тыңдап қояды, есік ашыла сала жетіп барды. Әке, апа, сәлем бердік, бақытты бол балам, қосағымен қосағар, көп жаса. Мен бір нәрсе айтайын деп едім. Айта ғой балам, деп атасы бар көңілін келініне аударды. Мен Алматыға кетуім керекпін. Не болды жарығым-ау, деп сырттан кірген бетте осы сөзді естіп қалған енесі таңырқап қалды. Күйеуіме барғым келеді. Ғасон болса қатайды. Мен кетейінші. Жаным-ау, барасың ғой келер айда. Неге асықтың? Тыныштық па балам? Таң атпай неге олай дедің, деп енесі келіннің әлденеге алаңдаулы екенін көріп жұбатқандай болды. Апа, сізбен жеке сөйлескім келеді. Жарайды қыздар, мен намазымды бастай берейін. Қалима уақыт шығып кетпей тұрғанда үлгер мамасы, деп атасы бөлмесіне кіріп кетті. Бағанадан бері ата-енесінің дәлізде сөйлесіп тұрған келін енесін өз бөлмесіне шақырды. Апа, мынаны қараңыз, деп өзі көрген фотоларды енесіне көрсетті. Әдепкіде Қалима түк түсінбеді. Ұзақ қарап отырып, Махонтай, бұлар кімдер? Апа, Бекеннің жалғыз өзі сауық сайран қуып жүрген сияқты, деп келіні ойын тіке айтты. Ойбу күшік, қап әттен қолыма түс осыдан, көрсетейін мен оған, деп анасы ұлына ашуланды. Апа, ұсталмаған ұры емес деген бар, мен барайын күйеуімнің қасына. Батаңызды беріңіз, әкеме айта алмаймын, әкем ашуланады. Бекенге ұрысып береді. Ешбір дәлелсіз жарымның басын дауға қалдырғым келмейді, бірақ ішім қызғаныштан өртеніп барады, деп Махаббат ағынан жарылды. Жарайды балам, бүгін сен аудан орталығына базарға жіберем. Билетіңді ал жақын араға, пойызға ал, автобуспен шаршап қаласың баламен. Базарға барып, керек жарағыңды, мен азық-түліктеріңді қамдайын. Қазіргі таңды асыңды ішіп ал, дастархан басында кең айтудың бір ретін табармын, деп ақылды ене келінінің маңдайынан сүйді. Қалима уәде еткендей Махаббатқа біраз ақша беріп, базарға жіберді. 2 күннен соң Махаббат ұлы ғасырды алып жолға шықты. Келіншегінің кездейсоқ келе жатқанын естіген Бекен, аяқ астынан келе жатыр дегендей сұраққа қалды. Кезінде күйеуі екеуі жалдаған пәтерге келіншек ұлын құшақтап қайта оралды. Үйді жинап, дәмді тағамдар пісіріп күйеуінің бабын жасады. Ауылдағы ата-ана көмектесіп тұрса да, Бекен сабақтан бөлек тойханаларда ән айтып жүрді. Отбасы қасына келген соң, әншіліктен түсетін ақша аздық едіп, Бекен ақырындап асабалыққа бет бұрды. Бар жоғы 2 ай ішінде Бекен аспалық асабалықтың тізгінін ұстап, қыр-сырын меңгеріп, жоғары сұраныстағы той ұйымдастырушыларды біріне айналды. Әдепкіде күйеуі үйге кеш жетіп оралуды шығарды. Жұмыс бабымен жүргеніне сенімді болған Махаббат түн ішінде келсе де күліп қарсы алып ас суын беретін. Күйеуін жамандыққа қимай, біз үшін түнгі ұйқысынан бас тартып, жұмыс жасап жүр, деп өзін сендірді. Тағы да тамыз айы келді. Махаббат 3-ші рет оқуға түсуге оқталды. Ғасыр 8 айлық болып қалған еді. Бекенге келіншегін оқуға түскісі келетіні ұнамады. Былтыр мамаларымыз кезектесіп келіп, баламызға қарар, сен оқуыңды оқисың деген сөзі ұмыт болғандай. Енді сылтауы Ғасон кішкентай, мамамдар келе алмайды. Ауылдағы кішіргім шаруашылықтарына әкем жалғыз үлгермейді дегенді алға тартты. Тағы бір жыл күтіп, келесі жылы ғасырды балабақшаға орналастырып, оқи алатынына сендірді. Әкесі мен анасының тәрбиесі жақсы ғой Махаббаттың. Күйеуінің бетіне қарсы келмеді. Көнді. Бұл тамызда да ол талапкер атана алмады. Бекен 3-ші курсқа аяқ басты. Түнделетіп келетін асаба жігіт таңертең сабақтан көп қалатынды шығарды. Ұйқысы қанбай, кейде қолды бір сілтеп, кешке дейін тұрмастан жата береді. Сөйтіп жүргенде оқудан шығып қалу қаупі төнді. Есін жиып, ағайлары мен апайларынан кешірім сұрап, орнында қалды. Біраз уақыт сабақтан қалмай жүрді, бірақ жаңа жыл қарсаңында түскен тапсырыстардан бас тарта алмады. Бірнеше ұжымдық кештердің ұсыныс келіп Бекен келісті. Есесіне 2 аптаның ішінде сол жаңа көлік мінді. Бекен осы тұста өзгеріп шыға келді.
Қалтасы томпайған сайын айнадағы өзінің бейнесіне сүйсіне қарап марқая бастады. Махаббат күйеуінің атағы өскен сайын көңіл күйі төмендей берді. Ұлы екеуіне Бекеннің жылулығы жетіспей жүргендей, бірде таңғы ас үстінде Бекен келіншегіне бір ойын айтты. Мағонте, мен оқуды қоя тұратын шығармын. Жайшама деп аузы ашылып, төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Келесі семестрде академия алсам, бір жылдан соң дәл 3-ші курстың 2-ші семестрінен жалғастырады екенмін. Осы уақытта 2 бөлме болса да, пәтер алып алсақ деймін. Жоқ, менің ақылымды сұрасаң мен қарсымын. Оқуды тастама, оқу табысың да жетеді бізге. Алдағы 1 жылда сен бітірсең, жұмырдалық орналасқан соң-ақ пәтерлі боламыз. Қазір мен сұраныстамын. Келесі жылы бұл сұраныс бола ма, жоқ па беймәлім. Темірді ыстық кезінде қой деген бар. Алла несібеңе берерін тоқтатпасын. Сен өнерлісің. Сенің жұлдызды сәтің әлі алда deyip, күйеуін зорға дегенде оқуда қалуға көндірді. Оқуда қалса да ол асабалықты тастамады. Әне-міне дегенше 3-ші курсты да тәмамдады. Жалғыз каникулда Бекен ауылға бармады. Жаз бойы жұмыс жасап, Алматыда болды. Махаббат ұлы екеуі бір ай ата-енесінің ауылына барып, үйлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бекен бұл уақытта Алматыда келіншегіне тосын сый дайындап жатыр еді. Махаббат қазір екеуі Алматыға оралды. Оларды вокзалдан күтіп алған Бекен жаңа пәтерге барды. Жалдамалы емес, өздерінің пәтері. Махаббаттың қуанышында шек болмады. Өздерінің алғашқы және баспаналары. Бір бөлмелі болса да өздерінікі болған соң хан сарайындай көрінді. Жаз бойы тойдан тойға барып жүріп, жинаған ақшасын Алматының шетінен болса да жеке пәтер алды. 2007 жылдың тамыз айы. Махаббат осы жылы оқуға құжаттарын тапсырды. Талапкер атанды. Қазірді балабақшаға орналастырып, өзі оқуға түсуге дайындалды. Дегені болып, мектеп бітіргеніне 4-ші жыл дегенде оқуға түсті. Ол шын бақытты. Күйеуі екеуі бір ғимаратта оқыды. Бекен 4-ші курс, Махаббат 1-ші курс студенттері. Қыркүйек басталып екеуі 1-ші оқуға бірге келе жатыр. Корпустың алдына тоқтап, Махаббатқа түсе бер, мен кейінірек кіремін деді. Ойында түкке жоқ келіншек, бақыттан бал-бұл жайнап, 1-ші сыныпқа келгенде бүлдіршін қыздай курстастарын іздеп ішке кіріп кетті. Дәл осылай 2 ай бойы жалғаса берді. Күйеуі келіншегімен бірге жүрмек түгілі корпуста көрсе айналып кетеді. Алғашында Махаббат дымды түсінбеді, бірақ кейінірек бәрі белгілі болды. Қараша айының алғашқы 10 күндігінде күйеуі түнімен үйде болмағасын Махаббат кірпік қақпаған. Таңертеңгілік сабақта ұйқысы келіп қалғып отырды. Алдағы қатарда отыратын Ләйла есімді курстас қызы қасындағы Замираға телефонын кешегі қиқу стайлдың суреттерін көрсетіп отыр. Түнімен клубта, одан соң жалдамалы пәтерге 5 жігіт 5 қыз болып, таңға дейін қиқулап, сауық сайран құрғанын айтып мәз. 4-ші курстың студент жігіттері екенін құлағы шалып қалғанда Махаббат ақырындап телефонға қарады. О тоба, ұйқысы шайдай ашылып беймаза күй кешті. Суреттегі өзінің жары, ол таңертең сабаққа шығам дегенше үйге келмеген күйеуінің қайда екенін білмейді. Ол таңертеңгілік сабаққа шығам, үйіне барғанда Бекен үйде екен. Қатты ұрысып қалмаудың қамын жасап, әңгімесін ақырын бастады. Бекен қайда болдың? Балалармен бірге тойдан шыққан соң дей бергенде Махаббат шыдамады. Ләйла, Фарида жарқына деген балалармен ба деп қойып қалды. Бекеннің түрі бозарып, не айтарын білмеді. Шынымен ашуға мінген келіншек сұрақ алуға көшті. Демек, сен үнемі осылай жүреді екенсің ғой? Иә, менің курстас қыздарым менен біраз жасқа кіші болған соң, олармен онша араласпаймын. Араласып әңгімеге тартсам, біраз құпияның беті ашылайын деп тұрған сияқты ғой. Ал мен білмейтін, танымайтын қыздар қаншама екені беймәлім Бекен. Мен сенен ондайды күтпедім деп жылап жіберді. Өз күнәсін түсінген күйеуі ақталмады. Кешірім сұрап енді ондай қайталанбайтынын айтып, кешірімін алды. Махаббат ашуын сабырға жеңдіріп, жан-жарын қаралауға жан-жағынан ұялды. Уақыт өз кезегімен өте берді. 2008 жылдың наурыз айында республикалық масштабта үлкен кастинг болды. Отандық киноиндустрияда абыройы бар талантты режиссерлердің бірі толықметрлік картина түсірмекші екен. Бекеннің жолы болып қосарлы рөлге ілінді. Жұлдызды сәтінің тұсауы дәл осы кинода еді. Бекен оқу орнында да жалпы елімізге ақырындап таныла бастады. Ол кезде отандық кинолар аз, актерлер де саусақпен саналы болатын. Соңына жүгіретін қызғырынның саңында есеп жоқ. Бекен шынымен жұлдыз ауруына шалдықты. Тәуліктеп үй көрмеді.
Махаббат хабарласа түсірім алаңда екенін айтып, тұтқаны көтермейді. Келіншегінің жаны тыпыршып, жүйкесі шаршауға айналды. Күйеу үйде болса телефонына дамыл жоқ. Неше түрлі қыздар қоңырау соғып, маза бермейтін. Әйтеуір бір күні сол қыздар отбасының түбіне жетпесе екен деп тілейтін Махаббат. Ауылдағы ата енесіне айтуға батылы жетпей жүрді. Бірақ бір оқиғадан соң ол енесіне айтуға бел буды. Ол оқиға мынадай болған еді. Бәкен әдеттегідей үйге кеш келді. Дөңгіштің кезінде келе сала киімін шешпестен төсегіне құлады. Кенет телефоны шырылдады. Мұны рет ойланып, ешқашан күйеуінің қалтасына қол салмайтын келіншек өмірінің бірінші рет қалтасына телефонын алды. Қолы дірілдей құлағына тосып, үнсіз тұрды. Сымсыз тұтқаның арғы жағынан жас қыздың дауысы естілді. Алло, Бектор, алло деймін. Иә, кім бұл? Бектор керек еді, шақырып жібересіз бе? Кім болдыңыз? Танысы. Танысының есімі бар шығар. Сіз келіншегісіз бе? Иә, негізі тұтқаны өзіңіз көтергеніңіз жақсы болды. Мен сізбен сөйлескім келіп жүрген. Есімім Сәуле болады. Бектордың ресми көңілдесімін. Иә, мен айтуға да мойындауға да ұялмаймын. Жарайсың, тағы не дейсің? Сендей көңілдестер менің күйеуімнің ісінде жетіп жатыр. Сен біріншісі емессің және соңғысы емессің, қоя берші. Сіз мен жайлы оның достарынан сұраңызшы. Біз барлық жерде біргеміз. Ол менімен уақытын көбірек өткізгенді қалайды. Енді маған не дерсің? Оның өмірінен кет, жолына құрсау болма. Өзіңді сыйласаң өзің кет. Әйтпесе ол бір күні сені тастап кетеді. Уақытысында көрерміз. Бәрін айтып болсаң денеңді бостап, терең демалып алшы деп тұтқанына қоя салды. Өзінің жаны қалай күйзелгенін жан баласы білмейді. Ішінің күйгені тіпті бір бөлек әңгіме. Бүкіл әлем төңкеріліп кеткендей болды. Ешқашанда жолдасының қисық жүрістерін енесіне айтпаушы еді. Осы жолы шыдамады. Бәрін айтты. Енес ертесіне Алматыға жолға шықты. Әдеттегенше түнделетіп оралды. Есікті анашы ашты. Анашым, иә, мен түс көріп тұрған жоқсың. Амансыз ба анашым деп құшақтап бетінен сүйгісі келді. Калима баласының өмірінде бірінші рет итеріп жіберді. Жолама маған, итнеме. Келіншегіңді ренжіткенің, мені ренжіткенің. Апа, мен ешкімді ренжіткенім жоқ. Онда мынау не жүріс? Апа, енді жұмыс болған соң оттама. Апа, есіктің алдында тұра береміз бе? Төрге кірейік. Сен ішіп алғансың ба? Достарымызбен аздап тей бергенде Калима шапалақпен ұлының бетінен тартып жіберді. Мә саған, күшік неме. Қыз жалғызым деп бетінен қақпап едім. Не десең де дегеніңді қылып едім. Көрсетерсің осы екен ғой, деп жүрек тұсын ұстап ас бөлмеге кіріп кетті. Соңынан ілесе кірген ұлы ақталып әлек Махаббат бөлмесінен шығып, енесінің қасына жетіп келді. Апа, мазаңыз кетіп қалды ма? Ештеңе етпейді жарқыным. Дәріңізді ішіп алыңызшы деп Махаббат енесіне бәйек болды. Бәкен сөйлеуге сөз таппай бөлмесіне кіріп кетті. Калима мазасызданып ұйықтап қалды. Таңертеңгі ұлын қасына шақырып ана байғұс ақылын аямады. Бекенге не үшін келгенін айтты. Ол болса келіншегін шақырып, болған жайттың бәрінен хабардар болды. Қапылықтап не айтарын білмеді. Онысын анасы мен келіншегі бірден байқамады. Демек бір шекілік болған анық, бірақ Бекен мойындамады. Әр нәрсені бір сылтауратып бөлмеден шығып кетті. Бұл жолы ол оңай құтылды, үндемей құтылды. Махаббат та енесі де Бекеннің бір қателігін кешірді. Анасы айтқан ақылға құлақ аса қиын үмітпен келіншек үндемеді. Бірақ бұл жағдай бірнеше рет қайталанды. Сәлеметсіз бе? Көптен күткен ұлы той. Сол күні Бекен дипломын алып, кәсіби драма актері атанды. Бірнеше толық метрлік фильмдерге, сериалдарға да түсіп үлгерген еді. Бекенді көшеде көрсе ел танып жататын. Ұзын бойлы, қасы көзі келіскен жігітке қыздар қауымы ерекше қызығушылық танытатын. Олар дайым тойларда, түсірілімдерде жүргенде Махаббат үйде бір өзі тар қапаста отырғандай сезінетін. Күйеуінің абыройы үшін әрқашан бақытты болып жүретін. Телеарналар әртүрлі сұхбатқа шақырғанда күйеуінің өте тамаша екенін айтушы еді. Бекен ауылдағы қара шаңырақты жаңартып, 2 қабатты зәулім сарай етті. Өздері Әл-Фараби даңғылының орталығынан 3 бөлмелі пәтер алды. Бәрі керемет, бірақ... Сәлеметсіз бе, Махаббат? Сәлем, кім бұл? Есімім Айым. Махаббатты де сізбен кездескім келеді деп еңіреген бейтаныс қыз Махаббатқа таңғы 7-де қоңырау шалды. Не үшін деп Махаббат түсінер емес. Сізге айтарым бар, телефон мен сөйлесетін әңгіме емес. Мен сағатқа шыға алмаймын, сіз өзіңіз келіңіз деп үйінің мекен жайын берді. Көп ұзамай әлгі Бикеш жетіп келді. Одан да ол Бикештің келмегені, Махаббаттың білмегені жақсы еді. Қостанайдан Алматыға арман қуып келген арудың жасы 17-де екен.
Өзі биші, тойханалардың бірінде асаба Бекенмен танысып, көңіл жарастырған көрінеді. Бекен өзін бойдақ етіп көрсеткен, тек қана сөзімен емес, ісімен де ол бойдақ жігіттей болған. Махаббат әпке, ол күнде кешкісін гүл әкеліп, кафелерге апарудан шаршамайтын. Мен оған риясыз сендім. Өнер жолында жүріп жеке өміріме қарамаппын дегеніне сендім. Ауылдағы ата-анама сендей келін керек дегенге мен үміттендім. Ол маған жатақханадан бір бөлмені сатып әперді. Оқуымның бірінші курсын алдын ала төлеп қойды. Біз тіпті деп қыз еңкілдеп жылап жіберді. Не тіпті не деп Махаббат та қазбалай бастады. Біз тіпті неке қидық мешітте. Содан соң мен аяғым ауырлады. 3 күннің бірінде қасымда қонатын. Киімдерінің көбісі үйде. Мен үш ұйықтасам ол үйренген деп ойламаған едім деп бір кесе су ішіп ентігін басалар емес. Содан тез айтшы сосын деп әшейін де ашулануы қиын Махаббат ызалана сұрай бастады. Некемізді қидырған соң менің аяғым ауырлады. Ол ауылға апарамын деген еді. Шымкентке жолға шығамыз деп жүргенде ауылынан суық хабар келді. Қандай хабар? Ата-анасы қайтыс болды деген. Ой алла, астағфираллах деп жүрегі түсі шымырлап кеткен Махаббат отыра алды. Сізге не болды әпке? Айта бер, сосын не болып қалды? 10 күнде жоқ болып кетті. Ата-анамды жерлеп келдім деді. Менің ендігі жұбанышым сен және ішіңдегі бөбегіміз деді. Саған ақ жаулық жаба алмадым. Менің ешті уысым жоқ, жалғызбын. Бірақ сен мұңайма, мен әрдайым сендермен біргемін. Мен сенің күйеуіңмін деді. Заңды некеге кредитім көп, сондықтан тұрмай-ақ қояйық деген соң мен келістім дей бергенде Махаббат шалқасынан есінен танып құлады. Қанша уақыт осылай жатқаны белгісіз. Көзін ашса, айналасы әппақ. Аурухана керуеті. Бас жағында жылап енесі мен анасы отыр. Олардың айтуынша Махаббат микроинсульт алып, комаға түсіп, 5 күнде ес-түссіз жатқан. Не жағдай оны күйге түсіргенін қос анасы білмейді. 20 күннен соң Махаббат үйіне оралды. Бекен бәйек болып ас-түсіне түсіп жүр. Махаббат күйеуіне көзінің қырымен де қарар емес. Әбден күш жинап денсаулығы жөнделем дегенше 3 ай өтті. 3 айдан соң ата-енесін шақырып, мән-жайды айтты. Айымды шақырып ол да барлық шындықта жайып салды. Бір өкініштісі, Бекен айымның ішіндегі шайға жоқтап қалған шарананы алдырып тастауға мәжбүр еткен. Махаббат артына қайырылмастан Астанаға нағашыларына жолға шықты. Ата-енесі қанша тоқтатса да, жалынса да елемеді. Айым болса Бекенді қарғап-сілеп, өксікке толы ызасынан көз жасына ие бола алмады. Ата-анасы ұлдарының әйел затына осыншама қиямет көрсете алатын азамат болып қалыптасқанына өздерін кінәлады. Қай жерден қателескендерін білмей налады. Іштен шыққан шұбар жылан ғой, өз қолдарын өздері кесе алмай, бар мұңдарын ішке тығып, ауылдарына оралды. Бекен бірнеше күн қатарынан арыққа сылқия тойып, шаханы жалпағынан кезіп жүрді. Сол күндердің бірінде көлікке мас күйінде отырған жігіт жол апатына ұшырады. Қанша күн жатқаны белгісіз, есін жиса бір аяғынан айырылғанын білді. Өзегін өкініш өртеп, өткеннің өрнегіне өкпеледі. Бірақ ол өрнек өзі салған өрнегі ғой. Ата-анасының жаны күйзеліп, бір мезетте бірнеше жылға қартайып кетті. Сағы сыңса да, ұлдарын үшін бір шырақ пен бір пырақ бар, күш-жігерін бойға жинап берілмеді. Алладан қос қолдап сұрап алған жалғыз перзенттерін алып қолға бір жолға оралды. Алматыдағы пәтерді Махаббатқа табыстауды жөн санап Астанаға хабарласқан еді. Бірақ ол бас тартып, ата-енесінің сыйын өздеріне қайтарды. Бекен қара шаңыраққа келген соң төсек тартып ұзақ жатты. Түсінде талай рет Махаббатты көруші еді. Қызыл түсті көйлек киген келіншегі көпірдің арғы бетінде қарап тұр, қабағы қатулы, көзі жасқа толы. Бекен қолын созса, ол теріс қарап кетіп барады. Айқайлап шақырғысы келеді, бірақ дауысы шықпайды. Оралшы Махаббат деп бірнеше рет айқайласа да даусы шықпай, қара жерге шомылып, жатқан жерінен оянып кетеді. Ұйқысынан оянса да көзінен парлаған жасын тыя алмаған жігіт ішінен бірнеше рет қайталап, оралшы Махаббатым деп сандырақтап қала беретін. 6 жылдан соң Эйра ТВ арнасының түсіріліміне асқан Махаббат ұлын мектепке жеткізіп салды. Ұялы телефонын көлігінде қалдырған, қайта келіп бірнеше рет қоңырау соққан нөмірді көрді. Телеарна қызметкерлері екен деп оймен қайтадан кері қоңырау соқты. Алло, Махаббат, бұл мен. Қалайсың, Махонти? Махаббат кім екенін бірден түсінді. Мен ғой Бекен, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, ғасыр қалай? Өсіп жатыр, 3-ші сынып оқушысы. Азаматы менің. Есіңе түсті ме азаматым бар екенін? Махаббат, мен талай рет қоңырау соққым келді. Батылым жетпеді. Енді не түлкі болды? Махаббат, бірнеше жыл өтсе де, Махаббат, кешірші, мен түсінемін, мен үшін кешіру қиын мүмкін емес. Бірақ кездесейікші Махонти деп
әр сөзін аяқтамай жұтқыншап зорға айтты. Бекен, не үшін? Арада аз уақыт өтті. Қажетті қанша? Мен сені және ғасырды бір көрсем болды. Ғасырдың көңілін бұзайсың. Ол мені танымайтын шығар. Танымайды. Танымағаны да дұрыс шығар. Апам мен әкем қалай? Жақсы, олар да қартайды, еңкейді. Мен ел қатарған қосылғаныма 1 жылдай ғана уақыт болды. Таразда жеке жастар орталығында қызметкермін. Актерлік шеберлікке баулы үйірмесінің жетекшісімін. Өзің немен айналысып жатырсың? Телеарнадамын. Жарайсың, жақында Астанаға бір топ жастарда бармақшымын. Бәлкім кездесерміз. Білмеймін, хабарласып көр. Рахмет, мен үшін бұл үлкен сыйлық. Түкке тұрғысыз тұлғаға жұмсаған уақытың үшін рахмет. Мен сол күнді асыға күтемін. Келесі апта Алла жазса. Сау бол, Бекен. Сау бол, Махонтиім. Неге екені белгісіз махаббатты сол күнді асыға күтті. Тіпті күн санап келесі аптаны болдырды. Асырға айтқысы келеді, бірақ жүрегі дауаламайды. Келмей қалса ол оның алдында өтірікші болғысы келмейді. Кезінде жалғыз қыздар үшін ауылдан қалаға көшіп кеткен әке-шешесіне қоңырау шалып айтқысы келді. Оған да жүрегі дауаламады. Мұңғылып жүргенде Бекен Астанаға келгенін айтып хабарласты. Кешке кездесер сәт Астананың төріндегі мейрамханалардың бірінде әкесі мен ұлы ұзақ жылдардан кейін бір-бірін көрді. Бекен өзінің ер азамат екенін ұмытып кеткен болу керек. Ұлын көре салып, еңіреп жылап құшағына қысты. Кешір мені, балам, кешірші сол әкеңді. Анаң екеуіңді осыншама жыл бойы іздемеген адасқан әкеңді кешірші. Анасым ғасыр түсінер емес. Балам, мен сенің әкеңмін, я твой папа. Папа, я балам, мен папамын. Есіңде жоқ па? Мен сені мойныма отырғызып, самолет деп ұшыратын едім ғой. Сені арқама отырғызып, лошадка болатын едім ғой. Балам, сәлде болса есіңде жоқ па? Жоқ, деп ғасыр жылап жіберді. Балапан есінде де болмаса да, әкесін көргеніне толқып кетті ма, әлде еңгезерде еркек адам жылап тұрғанынан қорқып кетті ма беймәлім, қорсылдап жылап қоя берді. Бекенді мойнынан құшақтап алды. Танымаса да іші сезіп тұр. Әкесінің көз жанары ұлына деген жылылық сыйлап тұрған болу керек. Жігіттер бізге бәрі қарап тұр деп махаббат әке мен баланы сабырға шақырды. Бұл кездесу сәтті өтті. Әке мен бала табысып Бекен мен махаббаттың арасында ескі ұшқын пайда болғандай. Бірақ Бекен қанша өтінсе де махаббат қайтып қосылмады. Ескі жараның орнын тырнағысы келмеді ме, әлде экс күйеуінің апаттан айырылған аяғының орнына киген жасанды аяғынан қорықты ма, ол жағы белгісіз. Әйтеуір келіншек қашқақтай берді. Өзі қанша бойын аулақ ұстағысы келсе де, ұлын туыстарымен табыстыруды жөн санады. Жазғы каникулға қатырды. Апасы мен атасына жіберді. Махаббат өзі де ата-анасын сағынып жүреді. Сұлтан мен ұлының артынша Таразға барып, Түркінінде демалып келуді жөн көріп, туған жерге аттанды. Осы сәтті пайдаланған Бекен махаббатты кездесуге шақырды. Дәл баяғыда екеуі оңашада кездесті. Біраз сыр ақтарылды. Біраз ренішке, ашу-ызамен, өкпе назға толы қапшықтың аузы ашылды. Беті кепсе де өзегі жарылмаған, тыртығы жарылмаған жараның беті тырналды. Талай жыл бойы тар қапаста жатқан ащы өксік бостандыққа шықты. Bir тараптан жасалған қателіктер мойындалса, екінші тараптан көрген қиындықтар айтылды. Бәрі өтті, кетті, бәрі өзгерді. Бірақ бір нәрсе орнында екен. Ол не? Сезім. Алғашқы махаббат. Сонау партадан басталған алғашқы махаббат. Мектептің қарғырасы куә болған махаббат. Пәк әрі шынайы махаббат. Ең қызығы осы отырыстан соң Бекен мен махаббатты дәл баяғыдай ауылға алып қашты. Алдын ала жоспар бойынша класстастарымен келісіп, өз келіншегін өзі екінші рет алып қашты. Қанша көнбегенмен ішкі сезім бәрібір жеңеді екен. Атасы мен енесі алдына жүгіріп шыққандай, келіншектің көзінен сарғайған сағыныштың көз жасы ытқып кетті. Бірінші бақ деуші еді ме? Халқым, рас екен, махаббат қалды. Қазіргі таңда махаббат пен ғасырдан соң Бекеннің ғасырдан соң өмірге келген екі қызы бар. Төртіншісіне аяғы ауыр келіншек, өткеннің сынақ деп біледі. Жазмыстан озмыш жоқ шығар деген осы шығар. Осымен әңгіменің соңы.